Британика энциклопедиясы Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбегін талдай отырып, Great Interpreter, яғни ұлы интерпретер, түсініктеме беруші, Платон мен Аристотель ойларын дамытушы ретінде ақпарат берген. Ғылымда Әбу Насыр Әл-Фараби, Ибн Сина, Әл-Кинди, Ибн Рушд араб философиясын негізін қалаушылар ретінде бағалап, шығыс аристотелизмі мен перипатетизмі деп қарастырған. Осы ғылыми мектеп өркениетке не берді? Қандай идеяларды жеткізді? Қалай жеткізді? Ғалымдарға құлақ түрелік. كلامنا اليوم إن شاء الله عن Әбу Насыр Әл-Фараби, ұлы ғалым, энциклопедист. Ол орта ғасырда грек мәдениеті мен ислам өркениетін байланыстырушы көпір болған. Ежелгі антикалық дәуірдегі Аристотель, Платон, Сократтың философиясын ғұлама жаңа заманауи өркениетке көшірді. Қазіргі Еуропа көне грек мәдениеті мен Әл-Фарабидің аудармалары арқылы танысып білді. Дүниені жаратуда біз Алланы, Құдайды енді жоққа да шығара алмаймыз дейді. Көп адам соған сенеді. Оған сенбе десек те бәрі сенеді дейді. Бірақ ол бірінші себеп шығады. Дүние өзінің табиғи заңдылықтарымен жаратылған табиғаты. Жаңа өзінің химиялық, биологиялық, физиологиялық деген сияқты сондай заңдылықтар. Сондықтан да ол қашанда философияны бірінші кезекке қояды, дінді екінші. Араб, еврей және христиан философтары мен теологтары дін танудағы ұстанымдарын түсіндіру мақсатында аристотелизмге көңіл бұрды. Әбу Насыр Әл-Фараби дін үстемдік еткен қоғамда білім мен ғылымның дербес қарастырылуына ықпал етті. Философияның діннен бөліну теориясы Ибн Рушдтың авероризм ілімінде орнықты және сол арқылы Ренессанс дәуірінде еуропалық еркін ойлаудың қалыптасуына жол ашты. Қоғамдағы діннің үстемдігі әлсіреп, кейін мемлекет те діннен бөлінді. Фараби энциклопедиясы 11-12 ғасырларда көне еврей грек тілдеріне аударылды. Ғылыми тұжырымдамасы Ибн Сина үлкен Хорасанға насихаттаса, Маймонид арқылы еврей философтары танысып, өзге тілдерге аударуына ықпал етті. Сонымен қатар Андалусия ой санасының алыптары Ибн Бадж, Ибн Туфель, Ибн Рушд Әл-Фарабидің идеяларын мұсылмандық Испанияға таралуына, Пиреней тауларынан арасып, континенталды Еуропаға таралуына зор үлес қосты. Француз схоласты Роджер Бекон Ибн Синаны философия патшасы және жол бастаушысы дей отырып, мұсылман философтарына көп сілтеме жасаған. Фарабидің ғалымдар жіктелісіне пікір білдірген. Бұл идеялар ағылшын философы Фрэнсис Беконға да жетеді. Оның пікірінше, ғалым адамның табиғаттан үстемдігін қамтамасыз етеді және бақытты қоғам құрудың алғы шарттарын қалыптастырады. Еуропада Әбу Насырдан көрі Авиценна мен Аверстің атағы мен беделі зор болды. Ибн Рушдтың зерде теориясы үлкен резонанс тудырады. Оған ұлы Альберт пен Фома Аквинский де пікір қосты. Бұл ғылыми пікірталас кейіннен Кант пен Гегельде де айналып өтпеді. Тіпті постклассикалық дәстүрде бұл идеяны Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сартр қолдап, өткен ғасырда құнды пікірлер білдірді. Әбу Насыр Әл-Фараби мұрасының бір ерекшелігі өне бойында гуманистік идеялар тұнып тұр. Ғылымның негізгі объектісі ретінде адам, оның дүниетанымы, түйсігі, арман мұраты қарастырылады. Осы адам сүйгіштік табиғаты философты өз заманынан озық көрсетіп тұр. Философия тарихында ағылшындар Томас Гоббс пен Джон Локтың айрықша орны бар. Олар эмпиризмді философиялық бағыт ретінде берік орнықтырды. Француз философы Рене Декарт керісінше бірінші орынға ақыл ойды қойып, тәжірибенің рөлін төмендетті. Танымның дедуктивті әдісін қуаттады. Декарттың идеялары кей тұста аса дәл болмаса да, математика, физика, медицина мен жаратылыстану ғылымдарының дамуына серпін берді, аналитикалық геометрия мен алгебра символикасын жасап шықты. Спиноза мен Лейбниц рационализмді жаңа сапаға көтерді.
Гуманизм идеясы адамның еркіндігі мен өз болашағы үшін күресі кейінгі ағартушылық ағымының ірі өкілі Гетеге дейін алып келеді. Әбу Насыр шығыс философиясына логикалық талдау әдісін енгізді. Дедукциялық әдіс шебер ретінде танылды. Жаңа дәуір ойшылдары Рене Декарт, Лейбниц, Кант және басқалары дедуктивті тәсілді жетілдіріп, формальды логиканың тәсілі ретінде ғана емес, әлемді тану әдісі ретінде ұсынды. Музыканың теориясын Әбу Насыр математикалық әдіспен шығарады. Осы тұста үнді математикасымен таныс болғандығы аңғарылады. Кейін бұл әдіске еуропалық ғалымдар жүгінетін болған. Мысалы, Декарт философияны математикалық дәлдікпен құруға ұмтылыс жасайды. Нидерланд философы Спиноза философияға геометриялық әдісті енгізді. Ол кісіні муалим әл-әуәл фил мусиқа дейді. Яғни, ал музыка саласында ол кісі бірінші ұстаз деп аталады. Әр елді мекендердегі танымал, жаңағы шектісі бар, үрмелі бар, аспаптардың жиынтығын қандай және оның әрбір сатыларын жасалуын, қандай құралдан жасалатындығын, неден пайда болатындығын, оны қай уақытта және қандай нотаның қай аспаптан әдемі шығатынын, немесе жуан шығатынын, жаңа қазірде бүгінде октава, квинта деген сияқты дәрежелермен көрсетіп, және оның адам рухында, адам жанында емді қасиеті бар ма, немесе қалай ықпал етеді, оның көңіл күйге қаншалықты күші бар деген дүниелерді жазып, үлкен кітап аударады. Ғылымда көлеңке өлшеу әдісі күн сағаты арқылы жердің меридианын табу әл-Фараби әдісі деп саналады. Сондай-ақ ғалым сфералық тригонометрияға негіз салған. Неміс ғалымы Фридерих Дитереци Фарабиді араб философиясының негізін қалаған тұлға ретінде бағалап, бұл мектеп орта ғасырлық қараңғылық жағдайында 2,5 ғасыр бойы шаршамай, шалдықпай, рухани еркіндік үшін жан қиярлық күрес жүргізді. Сөйтіп, философиялық ой мен әдісті дамытты деп жазады. Ұлттық валютамыз теңгедегі Әбу Насыр әл-Фарабидің бейнесіне көзіміз әбден үйренді. Ал Израильдің ақшасы шекелде Маймониттің бейнесі бедерленіпті. Осы тұлға туралы Раббиннің айтқанына құлақ түрелік. Бұл Мұса бен Маймун. Еуропада Маймонид есімімен танымал. Еврей ойшылы, әрі дәрігер, кезінде Египет сұлтаны Саладдиннің емшісі болған. Сонымен қатар философ және дінтанушы ретінде еңбектер қалдырды. Еврей құқығының тұңғыш жүйелік кодексі, Тора Миншесінің және Талмуд комментарийінің авторы, юдаизмнің негізгі ұғымдарын талдап насихаттаушы. Еврейлер оны ұлы ұстаз санайды. Бір маңызды еңбегінде жалғыз ғана философқа сілтеме жасайды және Әбу Насыр әл-Фараби деп толық есімін дұрыс жазады. Маймонид шәкірті Самуэль бен Тибонға жазған хатында логика еңбектерін түсіну үшін тек Әбу Насыр әл-Фарабиді оқу керек. Оның барлық шығармалары күмәнсіз керемет. Оны оқып түсіну қажет, себебі ол ұлы адам болған дейді. Осы Самуэльдің баласы Фарабиді көне еврей тіліне аударған деген дерек бар. Маймонидті кейінгі жаңа дәуірдің еврей философтары да терең талдап оқыған. Соның ішінде Нидерландта өмір сүрген Барух Спиноза мен германдық Моисей Мендельсонның орны айрықша. Бұл екеуі дінді мемлекеттен ажырату идеясын қолдап, дамытушы жаңашылдардың қатарынан болған. Спинозаның Әбу Насыр әл-Фараби мектебінің ғылыми мұрасынан хабары болған тәрізді, негізінен Маймонид арқылы танысқан. Оның кейбір трактаттарында құрылымы мен бағытына қарай Әбу Насыр әл-Фараби еңбектеріне жақындық сезіледі. Олардың ішіндегі ең ұқсасы екеуінің әлеуметтік саяси концепциялары. Мысалы, бақытқа жетудің жолдары, мақсаты, мемлекетті басқарудың формасы мен функциясы. Спиноза Әбу Насыр секілді өзінің қоғам туралы ілімін адамның шынайы табиғатынан шығарады. Мемлекеттің мақсаты әрбір адамды ақылмен басқарып,
бақыт пен бостандық сыйлау дейді. Спиноза Европаның бірқатар ойшылдарына Лессинг, Гердер, Гёте, Шлейермахер, Йонск романтиктері, Шеллинг, Гегель, Ницше, Эйнштейн, Альтюссер, Делиус және басқаларға ықпал еткен тұлға. Кең мағынада алғанда, Маймонидті орта ғасырда 4 мәдениетті грек, роман, батыс, еврей және арабтық ақыл-ой сананы біріктіріп, бір арнаға тоғыстырған кемеңгер прогресшіл тұлға деп тануымыз керек. Абайдың жел үстінде жарық аяны Гетеден бастау алатын білеміз. Иоганн Гете ол ақын ғана емес, үлкен ағартушы, ойшыл философ әрі зерттеуші. Оның толық шығармалар жинағы 143 томнан тұрады. Оның 13 томы ғылыми еңбектерін құрайды. Иоганн Гете мемлекеттік істерге араласқан қайраткер тұлға. Кезінде Веймарда бірінші министр лауазымына дейін көтерілген. Оның жаратылыстары мен ғылымдағы еңбегі көп саланы қамтиды. Соның қатарында оптика, физика, химия, метеорология, ботаника, биология, анатомия, зоология, минералогия, геология аталады. Адамның жағаралық сүйегін ғылыми жаңалық ретінде ашып, эволюция теориясына идея тастады. Өсімдіктің түбатасын табамын деп Италия тауларын кезет. Өсімдіктер морфологиясын алғаш тұжырымдады. Заттың түсі туралы теория жасап, атақты физик Исаак Ньютонмен ой таластырады. Соның арқасында түсті қабылдау психологиясына қатысты жаңашыл ойлар айтылды. Тау-тасты аралап, минералдарды зерттеп, оның тұңғыш музейін ашты. Германияның геологиялық картасын жасады. Осы бастамасының жалғасы ретінде кейін ондаған салалық музейлер дүниеге келді. Иоганн Гете ұлы ақын, әдеби неміс тілінің негізін қалаушы. Ол әдебиет пен театрдың, өнердің дамуына зор ықпал етті. Театр училищесін ашқызды, инструменталды және вокалды музыкалық ансамбльдерді өзі басқарды. Өнер адамдарының әлеуметтік беделінің өсуіне қамқорлық жасады. Сөйтіп, мемлекет қайраткері дәрежесіне дейін көтерілді. Гете философияға қатысты өткір сын айтса да, ағартушылық бағыттағы беделді тұлғалардың бірінен саналады. Оның Европаның рухани дүниесіне ықпалы өте зор болды. Ол діни сенімге шек қойып, ақыл-ой мен ғылыми дүниеге сыни көзқарасты жетілдіру, сөйтіп ақыл-ойдың табиғи дамуына жол ашу үшін күресті. Библиографтардың мағлұматы бойынша 1773 жылы Иоганн Спиноза философиясын бас алмай оқып терең зерттейді. Оның көзқарасы мен дүниетанымына әсері болады. Әсіресе этиканың ықпалы Фаусттан аңғарылады. Міне, осыдан Маймонид пен Спиноза дәнекерлік арқылы Гетенің Әбу Насырмен рухани сабақтастығы шығады. Гетенің шығысқа көңіл бөліп Құранды білгені, кей аяттарын өлеңіне қосқаны, Хафизді аударып Шығыс диваны атты топтамасын жариялағаны белгілі. Гете Фарабиді білді ме деген мәселе терең зерттеуге сұранып тұр. Шығыс ойшылдардың неміс тіліне аударылуына ықпалы болды дегенде пікір ізденуді, дәлелдеуді қажет етеді. Бір анық жағдай бар. Гете өмір сүрген қоғамдағы рухани сұраныс шығысқа көңіл бөлуге итермеледі. Шығыстанушылардың үлкен шоғырын ориенталистерді өмірге әкелді. 19 ғасырдың ортасынан бастап Шмольдерс, Штейншнейдер, Дитерици, Риттер, Кремер сияқты авторлар шығыс философтарын неміс тіліне аударып кітап етіп бастырды. Бірінші кезекте Әл-Фараби трактаттарының терең мазмұны Европаның зерделі зерттеушілеріне жетіп, ғылыми айналымға түсті. Қазақ, неміс, орыс тілдерін жетік меңгерген билингвист жазушы, қайраткер Герольд Бельгер өзінің гармония духа еңбегінде Гете мен Абай арасындағы бірнеше ұқсастықты, рухани үндестікті терең талдап береді. Гете мен Абайдың өлеңдерінде ұқсастықтар жетіп артылады. Екеуі де керемет лирик, әрі терең ойшыл, кесек ойлары бір арнада тоғысып жатады.
тіпті ұйқастарда үндес келетін жерлері бар. Екеуі де табиғат, махаббат тақырыптарына аса мән берген. Екеуі де өзге шығармаларға көңіл бөліп, ұнағандарын аударған. Екеуі де белгілі бір уақыт шеңберімен шектелмейді. Олардың құдіреттілігі әрқашан өз ұрпақтарының замандасы болуында деп тұжырымдайды Герольд Бельгер. Бірде Қазақ радиосынан мына әңгімені естідім. Танымал театр режиссері Болат Атабаевтың дауысы. Абайдың қара сөздерін неміс тілінде оқыған режиссер досының берген бағасы. Абай немістерді қалай жақсы білген, Германияда болған ба деп сұрауы. Германияда сол мен жұмыс істеп жүрген театрда Фолькер деген бір актер жігіт менен сұрады, қазақтың бір шығармалары бар ма немісше аударылған, оқиыншы, танысайыншы деп. Сосын кейін қара сөздерін бердім немісше, неміс тіліне аударылған. Сол ертеңіне әкеп тұр кітабымды қайтадан. Абай Германияда болып кетті деп сұрайды менен. Мен айтамын, Германияда болған жоқ. Но біз туралы жазған ғой дейді. Мен таң қалдым әрине. Қалай сен туралы жазған, ол жерде қазақ деп тұр ғой деймін. Сосын бұл біз туралы да жазылған дейді. Өйткені бұл мына Абайдың жазған мінез құлықтар бізде де бар деп. Ішімнен әрине қуандым. Фараби танудың ізашары болған ғұлама ғалым Ақжан Машани Әл-Фараби тек ғалымдығымен ұлы емес, ол көп құрлы ғұлама, өнерпаз, ақын. Ал біздің заманымызда оған жақын рухани сабақтас Абай деп тұжырымдайды. Өзінің Әл-Фараби және Абай кітабында осы ойларын таратып айтып көптеген дәлелдер келтіреді. Оның кейбірі әлі тарқатылған жоқ, көпшілікке беймәлім. Келесі бір профессор Ауданбек Көбесов сонау 70-ші жылдары Әбу Насыр Әл-Фарабидің математикасы, геометриясы, физикасы туралы білім және еңбек журналына танымдық мақалалар топтамасын жариялайды. Әл-Фараби мен Абайды қатар оқығанда кітабының негізгі тұжырымдары екі ғұламаның рухани сабақтастығына арналады. Әл-Фараби адамды парасатты болуға дәріптесе, Абай кемеңгер толық адам болуға шақырады. Ауданбек Көбесов олардың ой өрісіндегі ұқсастықтар, пайымдаулары мен шығармаларындағы ортақ мақсат мұратын жан-жақты талдап көрсетеді. Қос данышпан еңбектерін адамзаттың ортақ мәселелеріне, өшпес құндылықтарына, соның ішінде адамгершілік пен ізгілік, жасампаздыққа арнаған деп ой қорытады. Абайтанушы Мекемтас Мырзахметов толық адам ілімінің сырын ашуға бүкіл ғұмырын арнады десе де болғандай ғылыми еңбектер мен оқулық жазды. Енді бұл толық адам дегенде бұнда үш нәрсе бар. Алланың бойында 8 түрлі сипат болады. Соның ең шешуші сипаты құдірет пен ғылым. Осы екеуін біріктіріп болады да, Абай бұны ғақыл, яғни ақыл деп алады. Біреуін содан алды ма, өнген нақыде ғақылиялық дәлелдерге сүйене отырып, рахым деген, әділет деген ұғымды алады. Осы үш сөздің бірлігі біз айтып жүрген толық адам дегеніміз осы. Дана Абай тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселерден озбақ демеп пе? Абайдың толық адам тұжырымдамасы әлі бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ, рухани жаңғыруға шақырып тұрғандай. Бүгінге де поэзиясымен ғана емес, ғылыми ізденістерімен де адамзатқа орта рухани дүниені жаңа белеске шығарып, ағартушылық бағыттың көшбасшысы ретінде танылды. Әбу Насыр Әл-Фараби адам мен қоғам арасындағы байланыстың қыр-сырын ашуда ізашар локомотив, идеялардың қайнар көзі болған. Ғұлама өмірдің мақсаты адамның кемелденуі, ізгілікті қоғам құруы және бақытқа жетуі дейді.